Саламатсыздар ма балалар? Аяз би ертегісінің жалғасы. Жаманның үйленуі. Сол күйінше хан тағда хандық қылады. Жаман оған уәзір болады. Жаман ханға ақылымен тақпырлығымен жағады. Қырық уәзірі шетте қалады. Күндердің бір күнде жаман сыртқа шығып тұрып қараса, бір тігулі тұрған 6 ғана ақ боз үйді көреді. Төңірегінде қаптаған адамдар. Жаман жаңағы үйге кіріп шығып жатқан кезекті көреді. Сөйтіп үйге кіреді, ханнан сұрайды: "Бұл не жиын, хан?" Хан сонда: "Қалада қара болса да байлығы менімен бірдей уәліди деген бай бар. Сол байдың Меңді деген қызы бар. Сол қызы 15 жастан бері күйеу таңдап келе жатыр. Өзімнен ақылы артық кісіге тием деп 20 жылдай болды. Қазір 35-те. Ешкімнің ақылы артып күйеу бала болған жоқ. Бәрі де барып қызға жауап қайтара алмай қайтып кетеді. Сол қызды алам деп жиналған бай мырзалардың жиыны ғой" дейді. Жаман: "Мен де барып көрсем қайтеді" деп ойлап, кешке жұрт отырған соң қыздың үйіне барады. Есікті қағып еді, бір келіншек шығады. "Не жұмысыңыз бар?" деп сұрайды. "Менің жұмысым сенде емес, қызда. Бар қызға айт" дейді. Келіншек күліп тұрып қызға: "Бекеш-ау, күйеу таңдаймын деп жұрттың бәрін басындырып болып бітетін болдың ғой. Адам көргісіз бір жаман келіп тұр. Сізде жұмысым бар" дейді. "Сенен ол да дәмел екен" деп күледі. "Оның түрі жаман болғанымен қандай кісіге қайдан білесің? Мынаны апарып бер" деп қыз жеңгесіне гауһар, пышақ, тәрелке және қайрақ тас беріп жібереді. Жеңгесі оларды апарып береді. Жаман қолын алып тұрады да: "Бар, мұның құралын әкел" дейді. "Ойбай, әлгі жаманның мұның құралын әкел деп айтты" деп қызға келеді. Қыз сол кезде "Жарайды" деп жеңгесіне балға мен төс береді. Жаман балға мен төсті алған соң қайрақты төске қойып, балғамен ортасынан бөледі. Тәрелкені уатады. Пышақты жеңгесіне жетесінен сындырады. Гауһар тасты қақ жарады. "Мә, Бикешке апарып бер" дейді. Сөйтіп заттарды қызға алып келеді. Сол кезде қыз ұшып тұрып: "Сол адам шайтан болмай адам болатын болса, шақырмын да кесін" дейді. Жеңгесі не дерін білмей жаманды үйге шақырады. Сөйтіп қыз оны құрметпен қарсы алады. Бұрын талай бай балалар, хан балалар келеді де қыздың берген затына: "Менде не қайрақ жоқ бекен, үйімде пышақ жоқ бекен, гауһар тасым жоқ бекен" деп ашуланып қайтып кетеді екен. Ал сол күні қыздың ағалары ақылдасып, осы жаман үйіне қызға келген күні ақылдасып: "Қалай болды екен, осы қыз 35-ке келді, күйеу таңдап әлі жүре бере ме, әлде біреу бар ма" деп аңдиды. "Егер біреу болса ұстап алайық" дейді. Сөйтіп қарауыл қояды. Таң атқан кезде, жаман қыздың үйінен шығып бара жатқан кезде, қарауылшылар жаманды ұстап алады. Сөйтіп байдың балаларының қолына апарып береді. Байдың балалары жаманды ұстап алып, жаңағы өзінің ханын алып келеді. "Мына уәзірді ұстап алдық, бізді келмей жатып басынды" дейді. Сөйтіп хан жаманды оңаша шақырып алады да: "Қыздың үйіне бардың ба" дейді. "Жоқ" дейді. "Мыналар ұстап алдық деп жатыр ғой" дейді. "Олар өтірік айтып жатыр, бәле жауып жатыр, мені даладан ұстап алды" дейді. "Мен сенің ақылыңды сыйлап, мен тағымды бердім, тағымды алмадың, ең жақын адам уәзірлерімнен алшақ қылып өзіңді уәзір қылдым. Уәлі маған олардан да қымбат емес, шыныңды айт. Қызды алып берем" десе де, жаман тіпті шынын айтпайды. Содан соң хан ашуланып жендеттерге жаманды дарға асуға әмір береді. Жендеттер хан бұйырған соң жаманды дарға асуға алып кетеді. Мойнына тұзақ салып дардың жібін тартып атқан кезде, жаман иманын айтып қырылдап, енді демі бітуге айналған кезде жаңағы жұрттың ортасына ақ боз атты, ақ киімді, бетіне перде жапқан бір кісі келеді де қылышпен дардың жібін кесіп жібереді. Сөйтіп сұлап жатқан жаманның көкірегіне қылышын көлденең тастап жайына өзі кетіп қалады. Біраз жаман қырылдап жатады да есін жиған соң: "Мені ханға апарыңдар" дейді. Бұл кезде сөйтіп жендеттер ханға алып келеді. "Бұл кезге дейін неге өлтірмедіңдер, менің бұйрығымды неге орындамадыңдар" деп бақырады хан. Жендеттер тұрып оқиғаны айтады. Сол кезде енді хан жаманға сұрайды: "Жаман, маған барам деп неге айттың? Қызға барам деп неге айттың? Бағанағы айтпаған шыныңды айтайын деп келдің бе" дейді. Тақсыр, шынымды айтайын деп келдім" дейді. "Уәлібайдың қызының үйіне барғаның рас па" дейді. "Рас" дейді. "Алам деп уәде беріп педің" дейді. "Беріп едім" дейді. "Ендеше мана неге айтпадың соны" дейді. "Тақсыр, мана айтпаған себебім, мен барып Уәлібайдың қызына сырттан хабарласқанда, ол маған бір тәрелке, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді. Ол дегеніміз қайрақтай болып езілгенше, тәрелкедей болып уатылғанша, пышақтай болып кесілгенше сырт айтпайтын кісі мына гауһар тастай жарып мені алады" деген еді. Сондықтан пышақты жетесінен сындырып, қайрақты ортасынан бөліп, тәрелкені уатып, гауһар тасты қақ жарып уәде беріп едім. Сол себепті мен шынымды айтпап едім. Қыздың өзі бағана бетін жауып ақ боз атқа мініп келді де
дардың жібін қиып жіберді, көкірегіме көлденең қылыш тастап кетті. Ол көлденең қылыш тастағаны мен үшін кінәсіз өлме, ерлігіңді көрдім, қылыш үстінде серт жүрмейді, енді антыңды қайтып ал дегені еді. Өзі рұқсат берген соң мен шынымды айтуға сізге келіп тұрмын дейді. Хан Жаманның сөзінің шындығына көз жетіп, елді жинап 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, қызды Жаманға алып береді. Жаман тапқырлығымен ханға жағып, екеуі дос болып кетеді. Қырық уәзірдің іштарлығы. Bir күні қырық уәзір ақылдасып, Жаман біздің жаман кісі іздеген кезде, алып келген кезде аттың артына мінгестіріп әкелген едік. Ол жаман еді. Күндердің күні хан оны өзіне жақсы дос қылып алды, қыз әперді. Бізді енді есепке алмай қойды. Қой бүйтіп жүргенше одан да екеуін араздастырайық. Жаманның әйелін мақтайық, сол үйіне қонаққа апарып көрсетейік, сөйтіп екеуінің арасына от жағайық деп қырық уәзірі ақылдасады. Сөйтіп келіп Жаманның әйелін ханға мақтайды. Тақсыр, шынында да ол әйел сізге лайықты дейді. Хан Жаманның үйіне барып өз көзімен әйелді, оның тәрбиесін көрген соң, шынында да маған лайық әйел екен деп қырық уәзірмен кеңеседі. Ойда жоқта ойға салған сендерсіңдер. Енді әйелді алуға маған қалай айла тауып бересіңдер дейді. Сонда уәзірлер кеңесіп, жақсы Тақсыр, Жаманды шақырыңыз, сөйтіп барса келмеске жұмсайық, сонда ол өліп қалады. Ол өлген соң жесір әйелді сіз оңай аласыз дейді. Жаманды шақыруға хан бір жігіт жібереді. Жіберген жігіті барып үйден сығалап қараса, төрде төсек үстінде Жаман жатыр. Ал әйел төрдегі шарайына қарап өзінің көркіне таң қалып отырады. Есіктен кіріп келе жатқан жігіт оның жүзін көріп есінен танып құлап қалады. Сол жерде бетін бүркіп жігітті тұрғызып алып жұмысын сұрайды. Жігіт келген жұмысын айтып келген соң, хан, сен кеткелі көп уақыт болды, неге елдің бәрін иіріп қойдың дейді. Сол кезде жігіт басынан өткен оқиғасын, әуелде әйелге ғашық болған хан одан сайын ынтық болады. Жігіт кеткен соң Жаман айтады, ханға барайын ба деп әйелінен ақыл сұрайды. Әйелі, барыңыз, бірақ барса келмеске жұмсары анық, риза бол, бірақ жолға жұлқынған жүйрік жылжыған жорға мінбе, жылқыдағы ең семіздімін. Қырық уәзір сені 3 күншілік жерге шығарып салады. Олардың қарасы үзілгеннен кейін сен де қайтып кет, орман ішіне апарып жаңағы семіз атыңды сойда, етін алып кел дейді. Соны қорек қылып жата береміз дейді. Жаман ханға келген соң хан сөз бастайды. Мен сені бір ұзақ сапарға жұмсаймын. Жұмсағанда сенің ерлігіңнен үміт үзбеймін, ақылыңнан үміт күтем. Барсаң айтамын дейді. Жақсы, барайын деп Жаман жауап береді. Барса келмес деген жер бар. О жерде інжулі қой дейтін қой бар. Бір түгі алтын, бір түгі күміс, сойса терісі бір адамға тон болады. Соның терісін үстіме кигім келеді. Одан кейін інжулі үйрек бар, қанаты күміс, басқа жері алтын дейді. Соны тәж қылғым келеді. Дәудің інжулі қара арғымағы бар. Бір шапқанда 100 шақырым шабады. Соны мінгім келеді дейді. Міне осы жұмыстарға барасың деп хан Жаманға тапсырма береді. Жаман ханның жылқысынан бір семіз аты таңдап алады да жолға шығады. Қырық уәзір 3 күншілік жерге шығарып салады. Уәзірлердің артынша Жаман қайтып келеді де Қараторғай деген орманға келіп, атын сойып үйіне көлік әкеліп, еті тасып тұздап алады. Төсегінің астынан адам бойы жер қазып, күндіз сонда жатады, түнде әйелінің қасында жатады. Ай өтеді, жыл өтеді. Bir күн Жаманның үйіне жеңгесіне көңіл айтуға хан келеді. Қонағасы жеп болған соң хан сөз бастайды. Адамның шөптің, құстың жаманын әкел дегенде уәзірлерім алып келген жаман еді. Жаман болса да ақылына риза болып тағымды да бербем. Ақылының арқасында сені де алды. Сол ақылынан үміт етіп бір жұмысқа жұмсап қойып едім. Бірақ келетін уақыты бітті. Құдайдың әмірі болды ма деймін. Сені қор қылып жалғыз тастамаспын. Аға өлсе жеңге мұра деген бар деп қолыма алып бағармын деп үгіт айтады әйелге. Сонда әйел отырып, Құдайдың әмірі болса не шара? Ол келгенше сенің қолыңда бір қадірлі тас бар еді. Соның тілімен сен оны жарып едің. Жарылған соң ол тас пайдаға аспады ғой. Сол секілді әр заттың пайдалы уақыты бар. Кешегі қыз күнімде болса бір сәрі. Қазір сол жарылған тас сияқтымын. Саған қызмет етіп, сізге жағалмаспын, әуре болмаңыз дейді. Сөйтіп хан әйелден жеңіліп үйіне қайтады. Хан шығып кеткен соң әйелі күйеуін шақырып алып, енді ханға барып жауабын өзің бер дейді. Хан да барып тағына отыра берген кезде Жаман амандасып кіріп келеді. Хан сасып қалады. Қашан келіп қалғансың? Ал енді әңгімеңді айта бер дейді.
хан ием, әңгіме ұзақ емес. Уәзірлер шығарып салған соң бір арыстан соңымнан қалмады. Барса келмеске барып жауды мұқатқанша мына жауды мұқатайын деп қылышымды суырып алып қуып кеттім дейді. Өз ауылыма апарып қамап едім, одан шығып кетті. Осы сіздің ордаға кірді ме деп отырмын дейді. Хан не дерін білмей қызарып бозарып жерге кіріп кеткендей болады. Ақырында мен айыптымын, менде бір қате болды. Шайтанның азғырғаны едім. Оған себеп мына уәзірлер. Бұлар енді иә саған, енді маған бір қатер қылады. Сен одан да бөтен елге көш дейді. Жаман риза болып көшетін болады. Хан бірнеше түйе жасау жасап, Жаманды Ақшаханның еліне көшірмек болады. Жаман Ақшаханның елінде бір қадірлі адам болып тұра береді. Жаманның даналығы. Күндердің бір күнде Жаманның сөзі көкейінен кетпей шалқасынан шаңыраққа қарап ойланып жатады. Қырық уәзір кіріп келген кезде хан басын көтеріп, жау шапты, ел бүлінді, апат соқты, осыны ойлап табыңдар дейді. Болмаса бәріңді жазалаймын дейді. Уәзірлер ақылдасып баяғы Жаманды іздеп табады. Жаманға келіп жағдайды айтады. Сол кезде Жаман қырық уәзірді күтіп құрмет көрсетеді де, жақсы, мен жауабын берейін. Хан мені ойлап қапаланып жатқан шығар, қай-қайдағы есіне түсіп жатқан шығар. Сендерге өкпесі болса керек. Сөйтіп жатқанда хан ордасының күлдіреушінің бір басы шыққан болар. Жаман болса осыған бір нәрсе айтар еді, сынайын деп сендерге айтқан ғой. Барып күлдіреушінің басын салып беріңдер. Ханның қызметі сол кезде тамам болады дейді. Уәзірлер ханға келіп, тақсыр, мына бір күлдіреушінің бас жағы шығып кеткен екен, соны салып берейік дейді. Күлдіреушін сөйтіп салып береді. Сонда хан күліп, бұны кім үйретті сендерге дейді. Уәзірлер шынын айтады. Жаман үйреткенін айтады. Ол жаман болса да қысылғанда айла табатын ақыл деді, данышпан еді дейді хан. Сендер әркімнің сөзіне еремдеп, сендер біз екеумізді айырдыңдар. Енді сендерге ақыл таппаса сендер өлетін едіңдер. Бағана айтқам таппағанда өлетін едіңдер. Біреуге орғазба өзің түсерді деген мақал бар дейді. Қырық уәзір сөйтіп көңіліне қарап күнде той жасайды. Ханның көңілін көтереміз деп, бірақ ханның көңілі көншімейді. Жаманды сағынады. Бәрі де жамандай бола алмайды. Сөйтіп бір күні хан ерігіп уәзірлеріне аңға шығады. Аңда жүрген кезде бір шалға жолығып қалады. Уау, ата, мына таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды дейді. Бір 20 жыл болған шығар дейді шал. Бұл таудың етеген қырау шалғалы неше жыл болды дейді. 15 жыл болды дейді. Бұл таудың басынан бұлаға қалғанша жыл болды. Оған да бір 10 жыл болған шығар. Хан ойланып тұрады. Ата, өзіңіз нешеусіз дейді. Ой, шырағымай, жатқанда екеумін, тұрғанда төртеумін дейді. Баба, менің 40 асыранды қазым бар, соны білдірмей, жүн жылып, күйдірмей, пісіріп, қан шығармай сойып беретін кісі бар ма дейді. Сонда шал, адамына тап болсаң айтқаныңнан да артық етер дейді. Хан шалдың сөзіне қанағат етіп үйіне қайтады. Үйіне келген соң уәзірлеріне, мен не дедім, шал не деді, соны айырыңдар. Оны айыруға бір ай уақыт берем, айыра алмасаңдар қырқыңды да өлтірем дейді. Уәзірлер сасып баяғы Жаманға келеді. Сонда Жаман айтады, бұл оңай жұмыс емес, бастарың өлімге байланған екен. Жақсы, енді болмаса тағы бір амал табайын. Сендер бір ат қалдырып, басқа аттарыңды сойыңдар, киімдеріңді өртеп, сонымен бірге аттың етін пісіріңдер. Мен мына қалған атқа мініп, сендерді ханға жалаңаш айдап барам. Егер де сендер арланып, қастық етпейтін болсаңдар, мен сендерді хан алдында құтқарып алам дейді. Уәзірлер бір ауыздан, ойбай, тақсыр, арланбаймыз, жанымыз қалса болды. Ханымыз бізге өкпелеп жүр дейді. Риза болып сол жерде 39 атты сойып, бір атты қалдырып, сойған аттардың біреуінің етін, өздерінің киімін жағып, пісіріп, етін жеп алады. Етті жеп болған соң соймай қалдырған алашолақ атқа Жаман мініп алады. Қолына құрық алып, жалаңаяқ жалаңбас уәзірлерді ханға айдап барады. Жаман келе жатыр дегенде естіп, хан 40 жігіт ертіп, жібек кілем, жібек шатыр алып алдынан күтіп алады. Жаманды жер бастырмай құрметтеп, жібек кілемге түсіріп алады. Хан уәзірлерді ұмытып кетеді. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасайды. Сонда уәзірлердің арасында біреу, хан өз қызығы өзінде ханның, бізді ұмытып кетті дейді. Сөйтіп Жаман оны естіп, уәзірлерді шақыртып алып, халықтың алдына келіп, ол шал жұрттан асқан данет дейді. Яғни бағанағы хан бір шалмен кездесті, сол шалды айтады. Хан оның даналығын сезіп, мына 40 уәзірме ақыл айтшы деген оймен сәлем беріп тілдеседі. Ханның бұл таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды дегені, сенің шашыңа ақ кіргелі неше жыл болды дегені, шал шашыма ақ кіргелі 20 жыл болды дегені, ол 20 жыл болды дегені, ханның бұл таудың етеген қырау шалғалы неше жыл болды дегені, ол сақалыңа ақ кіргелі неше жыл болды дегені, шал оған да 15 жыл болды дейді. Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды дегені, көзіңнен жас аққалы неше жыл болды дегені.
Шал оған 11 жыл болды деген. Ханның ата өзің нешеусің дегені, үйіңде неше жаның бар дегені. Шалдың жатқанда екеуміз, тұрғанда төртеміз дегені, менің бұрынғы әйелім өліп еді, қазіргі әйелімнің күйеуі өлген. Түнде жатқанда екеу болғанмен, күндіз қойда жүргенде мен өлген әйелімді сағынам, ал әйелім үйде отырып өзінің өлген ерін ойлайды дейді. Ханның 40 асыранды қазым бар, соны қан шығармай сойып, білдірмей жұлып, күйдірмей пісіріп беретін кісі бар ма дегені, менің ақылсыз 40 уәзірім бар, соны ұрмай соқпай жөнге салып беретін адам бар ма дегені. Шалдың адамына тап болсаң айтқаныңнан асырар дегені, оның шешуін маған жолдағаны. Яғни жаманға жолдағаны. Сендер мені іздеп барған соң, үстеріңде киімдеріңді алып, отқа жаққаным, ол білдірмей жұлғаным, аттарыңды сойғаным, күйдірмей пісіргенім. Сендерді алдыма салып жалаңаш айдап келгенім, ол қан шығармай сойғаным. Ал енді осымен ханның жұмысы біткен шығар деп жаман сөзін аяқтайды. Хан уәзірлерімнің күнәсін кешірдім. Неше рет екеуміздің арамызға от салып, қоныс аударып көшіп кетуге де себеп болды. Сонысына ызаланып өздері әбден жеңілсін, кінәләрі мойнын алсын деп едім. Менің тілегім орындалды. Ал халық, мен де біраз хан болып қызық көрдім. Ендігі хандығымды мынау досыма беремін. Сізде енді тартынбаңыз, таққа отырыңыз, уақыт жетті. Қызмет етіп сіз хан болған қызығыңды көрейін. Жаманды қолтықтап әкеліп хан тағына отырғызады. Сөйтіп елі 30 күн ойын, 40 күн тойын қылады. Жаманды ақ киізге салып хан қылады. Жаман Ақшаханның еліндегі үйін көшіріп алады. Сөйтіп таққа мінген соң соғыссыз 5 хандықтың қонысын біріктіріп, ел арасында достық орнатады. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, осы ханға келіп қосылады. Сол уақыттан бастап әділдік үшін 5 ханның елі бірігеді. Жаманға Аяз би деп сөйтіп ат қояды. Ол өлгенше сол Аяз би деген әділ би болады. Тура билікті айтады, нашарларға қарасады. Баяғы өзінің жыртық тонымен жаман тымағын ордасының маңдайшасына шегелеп іліп қойған екен. Кейде хандықпен көңіл ауытқып, тура жолдан тайып бара жатса, шегелеулі тонымен тымағына қарап, әй Аяз би, баймын деп аспа, ханмын деп таспа, Аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп көңілін басып тұрады екен. Яғни бұрын кедей жаман болған кездегі бас киімімен шапанын тура алдына іліп қойған екен. Енді осы әңгімеге түсінікті деп ойлаймын. Келесі білу. Бірінші, ертегі туралы не білесіңдер? Ертегілердің қандай түрлері бар? Аяз би қандай ертегі түріне жатады? Аяз би ертегісі не туралы? Бірінші, ертегілер халық ауыз әдебиетінің бір түрі. Ертегілердің шыншыл ертегілері хайуанаттар туралы, қиял ғажайып ертегілері болып бөлінеді. Шыншыл ертегіге жатады. Аяз би ертегісі жаманның ақыл данышпандылығы туралы айтылады. Хан тапсырмасы. Мадан хан уәзірлеріне қандай тапсырма береді? Уәзірлер шөп жаманы мен құс жаманы деп нелерді алды? Тау етегінде уәзірлер қандай кісіні жолықтырды? Жол жөнекей жаман уәзірлерге не істетті? Хан жаманды қайда жіберді? Хан уәзірлерінің таңдауын қалай қабылдайды? Жаман ханның сұрақтарына қалай жауап берді? Қойшы өзінің адам жаманын жататынын қалай дәлелдеді? Хан уәзірлеріне дүниедегі адамның жаманның, құстың жаманның, шөптің жаманның іздеуге жібереді. Екінші, құстың жаманы сауысқан, шөптің жаманы қарақоға. Үстінде жыртық тоны, басында тер тымағы бар жаманды көреді. Қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қарақоға мен сауысқанды алдырған. Жаманды ас үйге жібертеді. Хан уәзірлерге қатулана бастайды. Құстың жаманы қырғауыл сиықсыз болуы, оның жаратылысынан. Сауысқан екеуі бірігіп, ұшпаған екеуі бірігіп, қонбаған адам пайдасына аспайтын құс болған. Шөптің жаманы шеңгел отын болып пайдаға асады. Қарақоға отқа жақсам жанбайды, малға салсам барлық мал мұрын жеріп жемей қоятын. Адамның жаманы әркімнің артына мінгесіп, басқа біреудің құлшылығында жүрмін деп өзін дәлелдеп айтып береді. Хан сынағы. Хан жаманды қалай сынайды? Жаман ханның гауһар тас туралы не айтты? Хан туралы жаманның пікірі қандай? Хан өзінің шығу тегі туралы шындықты қалай білді? Хан жаманды өзінің тұлпарын сынату арқылы сынайды. Тасыңыз қасиетті, бірақ қасиетті 2 жылдан соң бітеді. Себебі ішінде 2 құрт бар, солар тесіп шығады дейді. Қарадан туып хан болғансыз, атаңызда хандық жоқ дейді. Жаман айтқан соң анасын шақыртып, анасының айтуы арқылы білді. Жаманның үйленуі. Жаман қаладағы бір үйдің алдындағы жиын туралы не білді? Жаман бағын сынай қарады. Хан сұрағына жаман қалай жауап береді? Дарғас қалыш жатқанда қандай оқиға болды? Қыздың жұмбағымен жаманның әрекеті нені білдіреді? Қылышты көлденең қойған не дегені? Осы оқиғадан соң хан қандай шешім қабылдайды? Жиын Уәлі байдың қызының кімнің ақылы менен артық болады, соған тием деген жиыны екенін білді. Қыздың берген заттарын ұсатып, сындырып, қайтарып жібереді.
Қызға сыр айтпайтын жігіт болам деп уәде беріп едім, сол үшін қызға барғанымды айтпадым дейді. Ақбозатқа мінген қыз бетін жауып келіп, дардың жібін қиып, Жаманның көкірегіне қылышты көлденең тастап кетті. Шыншылдықты уәдеге берік болды. Қырық уәзірдің іштарлығы. Бірінші, қырық уәзір хан мен Жаман арасына қалай от жақпақ болды. Хан Жаманды қайда жұмсайды? Жаманның әйелі ханға не деп жауап береді? Жаман мен хан арасында қандай әңгіме болды? Хан қандай шешім қабылдайды? Екеуін араздастырмақ болды. Барса келмеске жұмсайды. Мен жарылған тас сияқтымын, саған қызмет етіп жағалмаспын, әуре болмаңыз деп жауап береді. Бір-бірімен түсініседі хан мен Жаман. Жаманның даналығы. Хан уәзірлеріне қандай жұмбақ жасырды? Хан ақсақал қариямен не туралы сөйлесті? Хан жұмбақты шешуді кімге тапсырды? Жаман қырық уәзірді қалай жазалайды? Жаман қария жұмбағына қалай шешті? Мадан хан қандай шешім қабылдайды? Жаманда ханға тән қасиеттер болды ма? Елі оған қандай ат берді? Бірінші, жау шапты, ел бүлінді, апат соқты. Екінші, шашына сақалына ақ түскені, көз жасы аққаны, үйінде қанша адам бары, қырық уәзірін кім жөнге салады деген сұрақтар қояды. Жаманға ұрмай соқпай жөнге салып жазалайды. Жаман уәзірлерді жалаңаш айдап келеді. Жаманды хан етеді. Қасиеті бар. Аяз би деген ат қояды. Түсіну. Неге уәзірлер құс жаман деп қырғауылды, шөп жаман деп шеңгелді алды? Жаман неліктен сауысқа мен қоғаны таңдайды? Қойшы неліктен өзін адамның жаманмын дейді? Неге Жаман ханның тұлпарын гауһартасын өзінің сынағында қателеспеді? Ханның шешесі неліктен шындықты айтып берді? Жаманның меңді қызға бару себебі неде? Жаман не себепті өлім алдында шынын айтпады? Қырық уәзір хан мен Жаманның арасында неліктен от жақты? Неліктен хан Жаманды Ақша ханның еліне көшірді? Не себепті хан қырық уәзіріне әртүрлі шешуі қиын жұмбақтар берді? Бірінші, үстінде жүні жоқ, келіссіз деп қырғауылды, мал жемейді деп тікен жүрсе киімді жыртады деп жантақ таңдайды. Сауысқанның бірлігі жоқ дейді. Қоға отқа салсаң жанбайды, суға салсаң батпайды деп қоғаны таңдайды. Мен елуге келдім, әлі балаларым жоқ, әркімнің құлдығында жүрмін, жаман емей неменемін дейді. Себебі ол өте ақылды. Жаман оған ханның тұқымынан шыққандығын дәлелдеп берді. Өз ақылын сынау үшін. Қызға ешкімге айтпаймын деп уәде берді. Қызғанды, риза болды, уәзірлерін сынақ қалды. Талдау. Аяз би мен қырық уәзірді хан мен Жаманды вендиграммасы бойынша салыстырыңдар. Жаман мен қыз арасындағы диалогты талдаңдар. Аяз би ақылды, ұйымшыл, мейірімді, сабырлы, батыр. Қырық уәзір қызғаншақ, сабырсыз, аңқау, ақымақ. Хан ақылды, сенгіш, аңқау, қарапайым. Жаман ақылды, батыр, сабырлы, данышпан. Идеясы шыншылдыққа шақырады. Халықтың басын біріктіру, татулыққа шақыруын бағалайды. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қолдану және ар жағында тапсырмаларды өте оңай өздеріңіз әңгімеге қарап отырып орындасаңыздар болады.